Ажалды жеңген алып. Аңыз әңгіме. Бұл видеоны көрмес бұрын аңыз әңгімелерді насихаттайтын каналға тіркеліп алуыңызды сұраймын. Акмешіт қаласының белгілі дүкеншісі Дәуқараның ұрпағы Лапан ақсақал қайтадан Аламесекке көшпек. Осыдан 10 шақты жыл бұрын балаларымның болашағы деп Құмақбай түбегінен келген ол 2 жасар ұлы Тұрсынмен жаңа дүние есігін ашқан қызының қалалық болғанын қалаған еді. Тұмысынан толағай көрінген ұлы тай басқаннан бастап қылықтармен әкенің көңілін шаттандырып отыратын. Кіп-кішкентай кезінен өзінен жасы үлкен балалардың қолындағысын тартып алып әлімжеттігін көрсететін. Бел аса бастағанда белдескен баласын жықпай қоймайтын. Баласы атқа шапса, әкесі тақым қысатын, жеңіске жетсе, төбесі көкке жеткенше қуанатын халық емеспіз бе? Тұрсынның тау секілді бітімі, балғадай болып келе жатқан білегі, сом темірдей саусақтары, төбеден жай түсіргендей жүрістері әке көңілін арқайып ақтастайтын. Тұрсын 8-9 жасқа келгенде ғана баланың бойына біткен күшімен алыптығы әке көңілін алаңдата бастады. Балапан ақсақалдың көзі тая бере үйінен лып етіп шығып кететін ұлы қайда жиын, қайда той, сонда кетеді. Ондағы бар мақсаты тілмен тиын жинау ойынына қатысып қарық болмақ. Ол заманда тойда тиын шашып, оны 2 қолмен жүріп, 2 аяқты аспанға шаншып, шашылған тиынды ауызбен жинау шарт болатын. Негізінен бұндай тәсілді цирктің кәсіби, маманданған, шыныққан әртістері ғана жасайтынды. Ал бұл ойынның өрнегін көрсететін ел ішінде осы бала Тұрсын болатын. Бұған жұртта әбден үйреніп алған, тойға Тұрсын келе қалса, Балапанның баласы келді ғой, тиын жинау ойынын бастау керекен десіп абыр-сабыр болады да қалады. Солақ екен қызыққа қарық болайық дегендер әп сәтте ауызбен тиын жинау ойынын бастап та жібереді. Көпшілік шашылып жатқан тиынға да, оны жинауға шыққан кейбір балаларға да алаңдамай Тұрсынның шығуын күтеді. Әуелі 1-2 бала ойнағаннан соң Балапанның баласы сен шық деседі жұрт. Әбден үйренген ол ортаға шығады да 2 аяғын көкке шаншып, 2 қолымен жүріп жердегі тиындарды аузымен жинай бастайды. Құмға кіріп кеткендері болса шындағын бүгіп аузын жақындатып бар демімен қатты үрлеп жібереді, құмнан тазарып қалған тиынды тілімен лып еткізіп тартып алып кете беретін көріне. Мұны бұрын білетіндер пай-пайлап қарап тұрса, алғаш көргендер баланың 2 қолының күшіне, шыдамдылығына таң қалып жағасын ұстайды екен. Ал Тұрсын болса аяғына қайта тұрмастан 2 қолдап жүріп тиындарды аузына толтырып алады да, сол тұрған бойы 1 қолымен аузына жиғанын алып қалтасына тығады. Мұны көрген жұрт одан әрі таң қалысады. Баланы сынамақ болған ел бұдан соң ақшаны алыстау жерге шашады. Бала Тұрсын үшін ол да қиын емес. Құдды 2 аяқпен жүргендей асықпай жинайды екен. Сөйтіп ойын бітісімен қалтасын ақшаға толтырып тойдан сытылып шығып кете барады. Міне, бүгінде тойдан тапқанын өзіне еріп келген жалаң аяқ 2 баламен бөлісіп, 2 бала бір жаққа, Тұрсын бір жаққа қарай айырылып кетеді. Тұрсынның кетуін күтіп тұрған өздерінен 5-6 жас үлкен бұзақы балалар әлгі 2 балаға көшенің калтарысында шап береді. Оны Тұрсында ішінен сезсе керек, қайда бұрылып іздерінен келе жатыр екен. Оңай жерден жемтік таппақ болған түлкідей тарпа бас салған бұзақылардың үстінен түскен тұйғындай опыр-топыр болады да кетеді. Бұзақы балалардың бар айтып үлгіргені Тұрсын келді, қаш деген сөз ғана. Сәлден кейін аузы мұрындарынан қан кеткен 3-4 бұзақ үстерін қағуға жарамай орындарынан тұра-тұра қаша жөнелді. Ел ішінде көзге түсіп осылайша той аралап ақшаны көп таба бастаған бала Тұрсынның осы жүрісі әкесін шошыта бастады. Елге көшемін дейтіні де сондықтан еді. Баласы мына бетімен кете беретін болса, біреуге зиянын тигізіп, немесе өзі жазым болып, қарақшылық жолға түсіп кетуінен қауіптенді. Сондықтан соң дененің сыймай бара жатқан күшін ауылға барып, егіншілікке салуды ойлады. Сөйтіп ашуға мінген Балапан ақсақал бір күні ауылға көшеміз деді, зілденіп. Айтты бітті, үзілді, кесілді. Бас аяғы 1-2 айдың ішінде Сырдария ауданы қазіргі Ақжарма ауылының маңайында қоныс теуіп отырған ағайындарының арасына көшіп келді. Белі қатып, бұғанасы бекіп үлгермеген жас Тұрсынды әкесі шаруашылық жұмысына салды. Бірақ оған қайыспаған жап-жас жігіт мұз ойғыш кеме іспеттес карабинетті қопарып тастап, тыңнан түскен қазанаттай жортақтап жүре берді. Жасы 20-ға таяғанда бойы 2 метрге жуық, кең маңдайлы, өткір көзді, сом сіңірлі, қара тасты жұдырығымен үгітердей нағыз алып күш иесі болды.
Тасыған дариядай оның дүлей күші мен сотқар мінезін қайтып баспақпын, мүмкін жанұялы болса, есейер деп те ерте үйлендірді. Бірнеше жыл ауыл шаруашылығы саласында жүрген ол тракторшының көмекшісі болып қызмет етеді. Техниканың аты техника, бұзылып қалып жатса, бірге оңдасады. Қара темір үшін жаралғандай ол 3-4 адамдап жылжытатын қосалқы бөлшектерді бір өзі көтеріп кете беретін еді. Сонда қасындағылар тұрсын болса, көтергіш кранның қажеті жоқ деп әзілдейтін көрінеді. Тек бір қауіпті жері гайка бұрағанда шамасын айтып отырмаса, қатты күшке салып жібергенде болттар морт сынып қалады екен. Сөйтіп жүргенде 1936 жылы Сұлутөбеде механизаторлар курсын оқып алады да, көп ұзамай аламесек трактор бригадасының бригадирі болады. Сөйтіп жүргенде 1941 жылы соғыс басталып, ел ішіндегі азаматтар майдан даласына аттанып жатты. Орда бұзар 30 жасқа жақындап қалған Тұрсынның шаруашылықтағы ширақ жұмысын, бастамашылдығын, елге осындай бір азамат керек екендігін алға тартқан ауыл ақсақалдары әскери бөлімге астыртын өтініш жасап, едің қара бейнетіне алып қалады. Алайда ел ішінде күңкіл сыбыр әңгіме біткен бе, Тұрсынды соғыстан қашты деп кінәлаушылар шыға бастады. Ел іші қатты тарығып, 5 дәннің 4-еуін майданға жіберіп жатқан кез. Жаз бойы еккен егінді, қыстай малды, жүннен жасалған киімдерді жөнелтетін. Зауыттардың барлығы қару мен танкі шығарып жатқан соң ба, елде техника жетіспейтін. Аумағы үлкен Сырдария ауданы бойынша небәрі 3-ақ трактор болатын. Бір күні қаңтардың қатты аязды күнінде сол трактордың бірі дарияның үстінен өтіп бара жатқанда мұз ойылып ағынды суға түсіп кетеді. Үй аумағында жер үлкен үкіге айналып, астынан буырқана аласұрып аққан адуынды сырдың суы көбік шашып жатты. Құдды бір араның аңырайтып ашып жатқан ажал ошағы іспеттес. Гүрілдеген дауысы анадайдан зәренді ұшырып, жақындағандарды жұтып қоярдай ішін тартып қояды. Мұз сықырлап жарылып, трактор бір жағына кесайып бара жатқанда секіріп түсіп қалған тракторшыда еш жоқ. Қасқырдың аузына түсіп тұрып құтылып кеткен қоян секілді үрпейісіп отыр. Аман қалғанына қуанайын десе, бүкіл ауданның маңдайына біткен 3 техниканың бірін келмеске кетірді. Осы бір трактордың жоқтығынан алдағы көктемде бірнеше колхоз егінсіз қалып, майданға астық жібере алмай, халыққа берер дәні болмай аштыққа ұрынуы мүмкін. Ал қылышынан қаны тамған кеңес үкіметі қайнап жатқан соғыс уақытында бұл істі кешіре салмасы анық. Соны ойлағанда трактормен бірге неге батып кетпеді екен деп өкінеді. Басқалар болса мұнымен шаруасы жоқ, трактордан айырылдық деп азан-қазан болып, біріне-бірі соқтығысты да қалды. Енді не істеймізге салған көпшіліктің ішінде біреуі мына буы бұрқыраған, аш арыстанның өңешіндей үкіге бір түссе Волга өзенінің бойынан көшіп келіп Сырдарияның жағасына орналасқан, Сібір суығын көрген орыстар түс алады деді сасқалақтап. Жөн екен десіп, Волга өзенінен келіп, мұнда жұмыс жасап жатқан орыстарға жүгірісті, қыста суға түсуді әдет еткен олар дереу арқандарын алып жетіп келеді. Бірақ ағысы қатты дария орыстардың да жүректерін шайлықтырып тастады. Солқ-солқ етіп жұтынып жатқан үкінің аузына жақындай алмаған орыстар мынаның ағысы қатты, тіпті трактордың өзін біраз жерге жылжытып жіберуі мүмкін. Сондықтан бұған адам түсе алмайды деп тосылады. Дүр санып соңғы үміттерін артып отырған орыстар мынадай деп тұрғанда, соғысқа жарамай елде қалған шал бармақтарын шайнап қала береді. Осы кезде анадайдан толағайдай болып арсын-күрсін етіп Тұрсын келе жатты. Ел басына қиын сәт туғанда Тұрсынға арқа сүйіп үйренген, ел оған үмітті көзімен қарағанымен суық судың сардарларының болмайды дегені еңселерін көтертпеді. Тау мүсінді, толағай денелі болса да ширақ жүретін әдетімен әп-сәтте келіп қалды. Абыр-сабыр болып жатқан ел ысырылып ортасынан жол бергенімен келмеске кеткен трактордың артынан лажсыз олда аңтарыла қарап бей-жайлық танытты. Бірақ Тұрсын орыстар секілді қарқынмен келіп, қандауыз үкінің аузында тосылып қалған жоқ. Сәл ойланып тұрды да қар үстіне бар киімін шешіп, Алла, өзін жар бола көр деп орыстардың ала келген арқанын беліне байлатта қой дегеніне қарамастан долы суға күмп етіп түсті де кетті. Суға түсер алдында Тұрсынның көз алдына қан майдандағы ел үшін қыршыннан қиылып жатқан бауырлар мен елдегі аш, жалаңаш балашаға, жетім, жесірлер елестеп өткендей еді. Сол себепті де үкіге түспеске амалы қалмады. Дария бетінде ұйтқытып соққан жел мен қытымыр аяздың өзі мұны көргенде безе кашқандай. Алалып жағасын ұстаған ел кетті деуден әрі аса алмады.
Жыланша ирелендеп Тұрсынның ізінен суылдай жөнелген арқанның басын шалы бар, баласы бар 10 шақты адам ұстап үлгерді. Адам демі таусылады-ау деген уақытта ақылай бастаған ақсақалдар, енді тартыңдар деді жанұшыра. Сол ақ екен арқан қатайды да судың бетіне Тұрсын шыға келді. Таптым, трос деген дауысы анық естілді де, одан кейінгі сөздері жұрттың тросты бер деген дабырасынан естілмеді. Сол ақ екен, беліндегі арқан шешіліп суға троста түсті. Бұдан өзге тілге келмеген Тұрсын өкпесін ауаға толтырып алды да қыр арқасы көрініп, бұлан ете қалған хандай кете барды. Құлаққа ұрған тыныштық. Тек қаңтардың ысқырған аязды дауылы ғана жағада тұрған адамдардың арасынан сумаңдап өтіп жатты. Бар мен жоқ, үміт пен күдік, өмір мен өлім, ақ пен қара, іспеттес арпалысқа түсті. Су түбіне кеткен қайран арыстың ізіне шұбатыла еріп бара жатқан троста тоқтады. Демдерін іштеріне тартып тұрған елде әлі үн жоқ. Дем бітетін уақыт болды. Ғасырға созылған әрбір секунд тың шын дүниені ұмыттырып, жағалаудағылар тас мүсінге айналғандай қимылсыз қалды. Сол кезде жағалаудағы шалдардың бірі, қайран арсымай, сүйегінді де таба алмайтын болдық-ау деп өкіріп жіберді. Дауыл соққан тоғайдай теңселіп кеткен қалғандары да әрең шыдап тұр екен, бір-біріне ой бауырындай бастады. Бір демде шыққан мына азалы даунас дарияның бетін тұмандандырып, төбені торлаған қара бұлтқа айналды. Айыр тілі жаландап сумандаған су ой әрқайсысының жағасына жармасып Тұрсын өлді. Тұрсын өлді деп жұлқылай бастағандай. Тұрсынның қолына іліп жіберген тросты ұстап тұрғандар не тартарын, не тартпасын білмей қатып қалған. Тек біреуінің ғана қолы қалшылдап тайық деді әрең. Тракторды жұтқан су Тұрсынды місе тұтсын ба? Мүмкін қатты суық судан тамыры тартылып қалды ма екен? Қу заман-ай, десеңші. Асыл ерден қайдағы бір темір терсек артық болды. Сол ақ екен су бетіне мыңдаған жыл бойы сыртқа шыға алмай жатып жарылған жанартау секілді бұрқ етіп Тұрсын шыға келді де, ілдім деп бірақ ауыз сөз айтып үлгерді. Ой бауырымдап жылай бастағандар шықты деп жүректері жарылардай қуанып, жабыла сыртқа сүйреді. Сонда әлгі ақсақал иә, раббым деп тізерлей отыра кетіп көкке қолын жайды. Жаңа ғана қара шәлідей жауып, түнеріп келген қара аспан көрген түстей ғайып болып, шайдай ашылып, жарқырап сала берді. Бағанағы қайғыдан үйірілген жас, енді қуаныштан парлап, мұз үстіне домалап түсіп жатты. Батырды орандар жаурап қалмасын деген жұрт үстеріндегі куфайкелерін шешіп, Тұрсынға жауып жатты. Бұл аз ғана уақыт ішінде өмір мен өлім арасындағы айқасқан оқиға еді. Бұл ақкөз ерлігі оны соғыстан қашты деп сыпсындағандардың аузына құм құйса, батыр атағын мәңгілікке қалдырды. Егер осы тәуекелге бармағанда Тұрсынның ер жүректігі, алып күш иесі екендігі, мәрттігі мен нағыз батырға тән қасиеттері ел есіне мирасталмас па еді. Бұл жөнінде таңдана сөз еткен Асқар Тоқмағамбетов мұзбалақ поэмасын жазды. Қанша ақындар жырларына арқау етті, қанша аңызға негіз болды. Болмаса оның батпаққа батып қалған УАЗ көлікті 200 бау пішенімен қоса газ 51 машинаны бір өзі арқанмен тартып шығарған оқиғалары ел аузында әлі жүр. Анау-мынау жеңіл көлікке сыймайтын ол Урал мотоцикліне мініп жүреді екен. Сонда мотоциклдің арба жағы көтеріліп, мотоцикл тіркеңнің тақымының астында жетім қозыдай жылт-жылт етіп, тәлтіректеп кетіп бара жататын дейді көз көргендер. Сол алып денесімен жүріп өте ширақ қозғалатын, ерінбейтін және аңқылдаған ақ көкіректік түрекеннің әлсіздерге ешқашан тізесі батқан емес. Сонау ала месек мыс трактор бригадасының бригадирлігінен соң шеберхана меңгерушісі, бөлім механигі болды. 1945-50 жылдары аға механик, 1953-78 жылдары Ильич атындағы совхоздың бас инженері болып жүріп, күрішшілік бағытына ауысты. Қай салада жүрсе де қопара жұмыс жасайтын ол Ленин, Октябрь революциясы басқа да орден, медальдармен марапатталды. Бірақ ол атақтардың ешқайсысы оны масайратқан жоқ, әрі қандай да бір ерлігі мен еңбегін онымен бағаламағанда. Ел ішінде абыройы асып батыр атанған оның бетіне ешкім келген жоқ. Бір сөзді, нық ол не айтса сол орындалатын. Тау тұлғалы денесі, алапат күшімен қоса, оның ақылдылығы ағайын арасындағы ақсақалдық беделін өз биігінен түсірген жоқ. Бұл күнде Тұрсыннан тараған әлайдар, айдар,
Мираш, Серік атты ұлдарынан өрбіген немере шөберелері әр салада абыройлы қызметтер атқаруда. Алайда алып күштің де Алла ісіне шарасы жоқ. Менің бала күнім болатын. Кешқұрым келген кісінің суыт хабарынан кейін әкем Тұрсын да өмірден өтті ме? Ой, сұм жалған-ай, кімге тұтқа болып едің деп теңселіп отырғаны есімде. Міне, содан бері Тұрсын Балапановтың болмыс бейнесі көз алдымнан әлі кеткен емес. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, пікіріңіз болса жаза кетіңіз.